Қоғамда өзінің қыздарына жаны ашымайтын аналар өте көп. Сіздерге ауыр тиюі мүмкін, бірақ бұл рас. Көп аналар қыздарын, балдарын тек материалдық тұрғымен ғана шектейді. Жақсылап ішкізсем, киіндірсем болды деп ойлайды. На самом деле ең бірінші қыз балаға ең керегі бұл қауіпсіздік, махаббат және қолдау. Ал бізде ең бірінші орынға тек материалдық нәрсе қойып қойған. Тамақтандырсам, киіндірсем, қалауын әперсем болды деп ше. Байқадыңыздар ма? Кешегіде Жан Ахмадиевтің видеосында екі құдағиын ұрысқан байқадыңыздар ма? Сол кезде Мадиярдың анасы айтып жатыр, сен қызыңа махаббат бере алмағасың деп айтып жатыр, иә. Просто бұл жерде мен түсінемін, бірақ как психолог ретінде айтатын болсам, байқасаңыздар, Мадина анасы сияқты адамға келін болып түсті. Себебі анасына негізі Мадина құрбысына айтып жүрген, мен ұрады, мен сондай айтады деп, сол кезде құрбысы анасына жеткізген кезде анасы не деп айтқан, ол шыдасын, ол өзінің тілінен тауып жатыр деп айтқан да. Негізі Мадина өзін ұратынын құрбысына айтқан ғой. Бұл жерде Мадина анасы қандай тура анасы сияқты адамға тұрмысқа шығады. Себебі анасының жасаған нәрсесін енесі де жасап жатыр. Сол үшін ол сол нәрсені қалыпты деп қабылдаған. Енді бұл жерде біз көбіне ұл баламызды бірінші орынға қоямыз да, қыздарымызды екінші орынға қойып тастаймыз. На самом деле сіз білмейсіз, бүкіл Нығметский қаяқтан келетін, ұлдан немесе қыздан келетін ше. Сол үшін қыздың жолы жіңішке деп бекер айтпаған бізде. Құрметті аналар, ең бірінші қыздарыңызға мән беріңіздер, иә. Қыздарыңыздың түскен жеріне мән беріңіздер. Қыздарыңыз тұрмысқа шықпай жатып, оны алатын жігітті жақсылап сұрастырыңыздар. Негізі ең бірінші қыздың тағдыры ең бірінші ананың қолында. Ең бірінші ананың қолында. Төркін мықты болатын болса, ана қыздың сөзін сөйлеп отыратын болса, ол қыз в основном любой жақтан аман келеді, и любой кез келген жақты жеңіп шығады. Сол үшін қыздарыңызға тұрмысқа берерден алдын қыздарыңызды өздеріңіз қолдап отырыңыздар, құрметті аналар.